Сәлем қыздар, бүгін кекс дайындаймыз. Үй жағдайында шоколадты және жұмсақ шығады. Міндетті түрде дайындаңыздар. Ең алдымен 2 дана жұмыртқаны осылай жарып аласыздар да, және де мөлшерленген көлемде шекер қосасыздар. Көлемі описанияда тұр. Кішкене тұз салып, венчикпен араластырасыздар. Ұзақ араластырғыңыз келмесе, мен сияқты миксерлеп жіберіңіздер. Үстіне сүт және де ақ май, сұйық май құйып жібересіздер де, тағы да бір рет венчикпен араластырып жібересіздер міндетті түрде. Барлығы біркелкі болғаннан кейін үстіне көлем белгіленген мөлшерде ұн және разрыхлитель қосасыздар да, міндетті түрде ситадан өткізіп саласыздар. Және үстіне 3 немесе 4 ас қасық рахат какаосын салдым мен. Сіздер қалған какаоны салып, дәл осылай ситадан өткізесіздер. Барлығын ситадан өткізіп болғаннан кейін венчикпен бір масса қылып араластырып жібересіздер. Сосын дәл осы видеодағындай масса шығады. Міне қарап тұрсыз көргендеріңіздей. Енді осыны кез келген формаға, мен сияқты қағаз форма немесе силиконды формаға сала бересіздер. Әр қағазға 2 ас қасығынан салсаңыздар жетеді. Көп толтырып жібермеңіздер. Және де осы мөлшерленген кекстің үстіне дәл осылай кез келген шоколадты саласыздар. Осындай капля болсын немесе Қазақстан шоколад болсын, бетіне осылай сеуіп жібересіздер. Сонда видеоде әдемі болады. Өте көп мөлшерде сеуіп жібермеңіздер. Енді дәл осы кексті газге саласыздар да 150-170 градуста 20-30 минут пісіріп аласыздар. Сонда осындай керемет кекс шығады. Дәмі енді қыздар керемет шығады. Какаоның да шоколадтың да дәмі ерекше берілген. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің каналыма подписка жасап, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Және де қандай керемет рецепттер қажет сіздерге, соны да комментарияға жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде жасайтын боламын. Және менің арнама кіріп көрсеңіздер, басқа да керемет рецепттер болады. Және мына красный бархат рецептін жақында салатын боламын және белгілеймін.